Балалық шақ бұл ертегілер мен ап-анық ережелердің уақыты еді. Ол кезде біз үшін әлем тек екі түске ғана бөлінетін: аппақ кейіпкер және тас қара зұлым. Біз батырларға сендік, олардың жеңісіне қуандық, ал зұлымдардың жеңілгенін әділдік деп білдік. Бірақ есейе келе сол баяғы мультфильмдерді қайта көргенде біз біртүрлі жайсыздықты сезіне бастадық. Неге? Өйткені зұлымдардың әрбір ашулы сөзінен, әрбір қатал әрекетінен өз өміріміздегі ащы шындықты көре бастадық. Біз түсіндік, ешкімде зұлым болып туылмайды. Оларды сатқындық, жалғыздық және осы әлемнің әділетсіздігі осындай күйге түсірді. Мүмкін батырлар айтқан тәтті ертегіден гөрі зұлымдардың айтқан ащы шындығы әлдеқайда салмақты шығар. Олар шынымен де қатыгез бе, әлде олар тек ешкімнің бетіне айта алмайтын шындықтың дауысы ма? Бүгін біз мультфильм әлемін дүр сілкіндірген, бірақ өз ішінде өз шындығы бар 8 кейіпкер туралы айтамыз. Tai Lungтың жаралы жанынан бастап, ажалдың қатал заңына дейін. Олардың әрекетін ақтау мүмкін емес шығар, бірақ логикасына қарсы келу одан да қиын. Tai Lung зұлым болып туған жоқ. Ол шығыс жекпе-жегінің ең жарқын жұлдызы, ең дарынды шәкірті болды. Шифу оны нәресте кезінен тауып алып, оған тек ұстаз ғана емес, әке де болды. Бірақ бұл махаббаттың уы бар еді. Шифу оның құлағына күн сайын "Сен таңдаулысың, сен айдаһар жауынгері боласың" деп сыбырлады. Tai Lung өз тағдырын таңдаған жоқ, оның тағдырын Шифу жазып берді. Ол балалық шағын, ойын күлкісін, еркіндігін осы бір атақ үшін құрбан қылды. Ол Шифудың мақтанышы болу үшін өз сүйектерін сындырып тер төкті. Бірақ ең қиын сәт туғанда, ұлы Угвей оның жүрегінен қараңғылық көріп, айдаһар шиыршығын беруден бас тартты. Осы сәтте Tai Lungтың әлемі қирады. Ол жалт бұрылып, өзінің әкесіндей болған адамға, Шифуға қарады. Ол қорғау күтті. Ол "Угвей, сіз қателесесіз, ол лайықты" деген сөзді естігісі келді. Бірақ Шифу үндемеді. Шифу өзі тудырған монстрдан қорықты. Tai Lung үшін бұл жай ғана бас тарту емес, бұл ең ауыр опасыздық еді. Ол 20 жылын Чоргом түрмесінде өткізді. Күн сайын ол бір ғана сұрақты қойды: "Менің кінәм не? Мен сен айтқаның бәрін істедім ғой, әке". Ол нефрит сарайына оралғанда, оның мақсаты билік емес еді. Ол тек өзіне уәде етілген, өмірін сарп еткен сол бір шиыршықты алғысы келді. Ең сорлысы, ол шиыршықты ашқанда ішінен ештеңе таппады. Ол бос болды. Осы сәттегі Tai Lungтың көзіндегі мұңды байқадыңыз ба? Бұл жеңілген адамның көзі емес, бұл алданған баланың көзі. Оның бүкіл өмірі, 20 жылдық азабы, төгілген тері, бәрі бос қиял болып шықты. Tai Lung неге дұрыс айтты? Өйткені ол улы мотивацияның құрбаны, оған таңдау берілмеді. Оны Шифу өзінің амбициялары үшін құрал ретінде пайдаланды. Tai Lungтың қатыгездігі бұл оның ішіндегі айқайы. Ол жай ғана Шифудың "сенімен мақтанамын" деген жалғыз ауыз сөзіне мұқтаж еді. Бірақ ол сөз тым кеш айтылды. Мигель О'Хара біз үйренген көңілді, әзілкеш өлмекші адам емес. Оның иығында бір қаланың емес, бүкіл мультиғаламның тағдыры тұр. Ол неге соншалықты қатал? Неге ол Майлз Моралестің өз әкесін құтқаруына жол бермейді? Жауап біреу-ақ: Мигель ащы тәжірибенің құрбаны. Біз Мигельдің өткен өміріне үңілгенде, оның жүрегін тілімдеген жараны көреміз. Ол басқа әлемнен өз отбасын тауып, сонда бақытты өмір сүргісі келді. Бірақ ол канон ережесін бұзғанда, бүкіл әлем оның көз алдында жоқ болып кетті. Ол өз қызын қолында ұстап тұрып, оның күлге айналғанын көрді. Бұл жай ғана жеке трагедия емес, бұл миллиардтаған жазықсыз жанның өлімі еді, және оған Мигель өзін кінәлі санады. Мигель неге дұрыс айтты? Оның алдында әлемдегі ең қиын этикалық таңдау тұр. Оны арба мәселесі деп атайды. Елестетіп көріңізші, бір адамды құтқару арқылы сіз триллиондаған адамды өлімге қиясыз ба? Әлде бір адамның қазасына көніп бүкіл ғаламды сақтап қаласыз ба? Майлз Моралес эмоционалды жасөспірім. Ол үшін өз әкесінің өмірі бәріне қымбат. Ал Мигель суық логика мен үлкен жауапкершіліктің адамы. Ол Майлзға "сен әлі баласың, сені бұл таңдаудың қаншалықты ауыр екенін түсінбейсің" дейді. Мигель зұлым емес, ол әлемнің полициясы. Ол тәртіпті сақтау үшін, басқа адамдардың бақыты үшін өз тыныштығы мен мейірімділігін құрбан қылды. Оның әрбір қадамы азап, әрбір сөзі шаршау.
Мигельдің шындығы мынада: біздің әрқайсымыздың өмірімізде канондық оқиғалар болады. Біз жақын адамымызды жоғалтамыз, қиындық көреміз. Егер біз сол оқиғаларды өзгерте берсек, әлемнің іргетасы сөгіледі. Мигель бізге өмірдің өз заңы бар, онымен ойнауға болмайды дегенді айтқысы келеді. Ол Майлзды соққыға жығып, оны қуғанда, біз Майлзды аяймыз, бірақ сәтсіздікке ұшыраған әлемдердің күлін көріп, миллиондаған нәрестелер мен жазықсыз жандардың жойылып кету қаупін сезінгенде, Мигельдің неге мұндай әрекетке барғанын түсінуге болады. Мигель О'Хара бұл қаһарман болудың ең жоғарғы сатысы. Ол бәрі оны жек көрсе де, бәрі оны зұлым санаса да, мультиғаламның амандығы үшін сол жүкті арқалап жүруге дайын. Сіз қалай ойлайсыз? Бүкіл әлемді сақтау үшін өз ар-ұжданыңды құрбан етуге болар ма еді? Мигельдің орнында болсаңыз, сіз Майлзды жіберер ме едіңіз? Көптеген зұлымдар билікті немесе ақшаны қалайды. Бірақ синдром, яғни Бадди Пайн мүлдем басқа нәрсені қалады. Ол теңдікті қалады. Оның тарихы таза таланттың тәкаппарлықпен соқтығысуы. Естеріңізге түсіріңізші, кішкентай Бадди не істеді? Оның бойында туа біткен суперкүші болмаса да, ол өз ақылымен ұшатын етік ойлап тапты. Ол өз кумирі ерекше мырзаға көмектескісі келді. Ол суперлердің қатарында болғысы келді. Бірақ ол қандай сөз естіді? Үйіңе қайт, Бадди, сен супер емессің. Осы бір ауыз сөз әділетсіз жүйенің үкімі еді. Бұл сөз сен қанша жерден талантты, данышпан болсаң да, егер сенің қаныңда ерекше ген болмаса, сен ешқашан біздің деңгейге көтеріле алмайсың дегенді білдірді. Синдром неге дұрыс айтты? Келсекші, супер отбасы әлеміндегі кейіпкерлер бұл генетикалық лотереяның жеңімпаздары. Олар сол күшке ие болу үшін ештеңе істеген жоқ, олар жай ғана солай туылды. Ал Бадди Пайн өзін өзі жасаған адам. Ол 15 жыл бойы тер төгіп, технология арқылы құдайлармен теңесетін күш жасап шығарды. Оның ең басты фразасын еске түсірейікші: егер бәрі супер болса, онда ешкімде супері болмайды. Бұл зұлымның сөзі емес, бұл нағыз демократтың ұраны. Синдром суперкүшті тек таңдаулы элитаның артықшылығы емес, бүкіл адамзаттың игілігі қылғысы келді. Ол өз технологияларын сатылымға шығарып, кез келген қарапайым адамның ұша алуын, ауыр заттарды көтере алуын армандады. Ол ерекше адамдар мен жай адамдар арасындағы қабырғаны құлатқысы келді. Оның әдістері қорқынышты болды. Ол өз мақсатына жету жолында басқа супер қаһармандарды жойып жіберді. Бірақ оның логикасына үңілсеңіз, ол тек монополияны құртқысы келді. Ерекше мырза мен оның отбасы бұл туа біткен артықшылығы бар ақсүйектер сияқты. Олар Бадди сияқты төменгі таптың өкілдерін өз қатарларына қосудан бас тартты. Синдромның қателігі оның жеке кекшілдігінде, бірақ оның идеясы технология арқылы әділеттілік орнату бүгінгі біздің әлемге өте жақын. Біз де қазір жасанды интеллект пен жаңа технологиялар арқылы бұрын тек таңдаулар істей алатын нәрселерді істеп жүрміз емес пе? Синдром бұл өз күшін қызғанышпен қорғайтын суперлерге қарсы шыққан жалғыз адам. Ол жеңілді, бірақ оның сөздері әлі күнге дейін бізге сұрақ тастап тұр. Неге біз тек туа біткен қабілетті бағалаймыз да, маңдай термен келген жетістікті зұлымдық деп атаймыз? Көпшілігіміз үшін Аид өлілер патшалығының билеушісі, сұрқай, шашы көк жалынмен жанатын қорқынышты кейіпкер. Бірақ шындығына келсек, Аид бүкіл грек әлеміндегі ең адал және өз жұмысына жауапкершілікпен қарайтын жалғыз құдай. Оның зұлымдығы тек өз құқығын қорғағысы келген адамның ашынуы ғана. Елестетіп көріңізші, ағайынды үшеу, Зевс, Посейдон және Аид әлемді өзара бөліседі. Зевс ең жақсы жерді, ашық аспан мен Олимп тауын иемденіп, күні түні той тойлап рахатқа батады. Посейдон шексіз мұхиттарды алады, ал Аидқа не тиді? Оған ең суық, ең қараңғы, күн сәулесі түспейтін және айналасы тек ыңырсыған өліктерге толы жертөле тиді. Бұл отбасындағы нағыз төмендету. Аид неге дұрыс айтты? Ол Олимптің корпоративтік құрылымындағы ең төменгі сатыға еріксіз итерілген менеджер. Ол күні түні жұмыс істейді, өлілердің есебін жүргізеді, тірілер мен өлілер әлемінің тепе-теңдігін сақтайды. Ал Зевс не істейді? Зевс тек көңіл көтеріп, жауапкершіліктен қашып, Олимпте салтанат құрып отыр. Аидтың ашуы бұл еңбекқор адамның жалқау басшыға деген наразылығы. Ол зұлымдық жасағысы келген жоқ, ол тек жұмыс орнын ауыстырғысы келді. Ол да Олимптің таза ауасымен тыныстап, бауырларымен бір дастарханда отыруға лайықты еді. Оның үстіне Аид бүкіл мультфильмдегі ең адал кейіпкер. Ол ешқашан өз сөзінен қайтқан емес. Егер ол Геркулеспен келісімшартқа отырса, ол оны нүктесіне дейін орындайды. Ол заңды құрметтейді.
Ал Зевс пен басқа құдайлар ше, олар өздерінің ережелерін өздері бұзып, Аидты тек жағымсыз кейіпкер ретінде шеттетіп қойды. Аидтың қателігі оның тағдырға қарсы шығу әдісінде болуы мүмкін, бірақ оның мотивациясын түсінуге болады. Кімде болса мәңгілік бойы жертөледе отырып ағайындарының жоғарыда рахаттанып жатқанын көрсе, дәл осындай күйге түсер еді. Аид бұл әділетсіз бөлініске, отбасылық төмендетуге және ауыр жұмыстың бағаланбауына қарсы шыққан жандардың бірі. Біз оны жек көрдік, өйткені ол басты кейіпкерге кедергі жасады. Бірақ ересек көзбен қарасақ, Аид бұл тек өз үлесін алғысы келген, бірақ әділетсіз жүйенің құрбаны болған қара жұмысшы. Мүмкін нағыз зұлым бауырын қараңғылыққа қамап тастап, өзі күн астында билеп жүрген тәкаппар Зевс шығар. Лотсо жай ғана билікке құмар қатыгез аю емес. Ол жүрегі бір-ақ сәтте күл-талқан болған, махаббатқа деген сенімін мәңгілікке жоғалтқан жан. Біз оны Саннисайд балабақшасындағы ойыншықтарды құл ретінде ұстағаны үшін жек көрдік, бірақ оны мұндай күйге не жеткізді? Елестетіп көріңізші, сіз біреуді бүкіл болмысыңызбен жақсы көресіз. Ол үшін сіз әлемдегі ең қымбат жансыз. Лотсо үшін Дейзи сондай жан болды. Бірақ бір қателік, бір ұмытшақтық, Лотсо далада қалды. Ол жаңбыр астында, суықта, лайдың ішінде жүріп, өз үйіне, өз иесіне оралды. Оның жүрегінде үміт оты маздап тұрды. Ол мені күтіп отыр, ол мені іздеп жатыр деп сенді. Бірақ ол терезеден не көрді? Дейзи оның орнына дәл сондай құлпына иісі аңқыған басқа аюды сатып алып, оны құшақтап жатыр еді. Осы сәтте Лотсоның ішіндегі ойыншық өліп, монстр оянды. Ол махаббаттың ешқандай құны жоқ екенін, кез келген адамның кез келген заттың тез арада алмастырыла салатынын түсінді. Лотсо неге дұрыс айтты? Оның философиясы қатал болса да шындыққа негізделген. Біз жай ғана ойыншықпыз, біз қоқыспыз, ерте ме кеш пе бізді бәрібір тастап кетеді. Біз Вуди мен Баздың өз иелеріне деген адалдығына сүйсінеміз, бірақ Лотсо сол адалдықтың келесі бетін, яғни пайдаланып болған соң лақтыру кезеңін көрген кейіпкер. Ол реалист. Ол махаббаттың мәңгілік емес, уақытша екенін және ол махаббаттың жарамдылық мерзімі бар екенін бәрінен бұрын түсінді. Иә, ол Саннисайдта диктатура орнатты, бірақ ол мұны не үшін істеді? Ол жаңадан келген ойыншықтарға иелеріне байланбауды үйреткісі келді. Ол махаббатқа сену, өзіңді өлімге байлаумен тең екенін білді. Оның ойынша ешкімге тиесілі болмау ең үлкен еркіндік. Лотсоның қасіреті оның ешкімге, тіпті өзіне де екінші мүмкіндік бермеуінде. Ол қоқыс полигонында құтқарылған сәтте де зұлымдығынан қайтпады, өйткені ол әлемнің мейіріміне сенуден бір жола қалған еді. Лотсо бұл бізге еш нәрсе мәңгілік емес дегенді ескертетін ең ауыр сабақ. Ол жүрегі мұз боп қатқан құлпына иісті аю, бірақ оның шындығы кез келген адамның жүрегін сыздатары анық. Шрам бұл өмір бойы екінші болуға мәжбүр болған жанның бейнесі. Оның есімі де оның тартқан азабының таңбасы сияқты. Ол Муфасаның көлеңкесінде туылды, Муфасаның көлеңкесінде өсті. Муфаса күшті, айбынды, халықтың сүйіктісі, ал Шрам ақылды, айлакер, бірақ физикалық тұрғыдан әлсіз. Бұл патшалықта тек күш бағаланатын, ал интеллект шеттетілетін. Шрам неге дұрыс айтты? Муфаса мақтан тұтқан өмір шеңберіне басқа көзбен қарайықшы. Бұл шеңбер тек таңдаулар үшін ғана жұмыс істеді. Ал гиеналар ше? Гиеналар осы қоғамның ең төменгі сатысы. Олар аштықтан қырылып, күн түспейтін пілде зиратында өмір сүруге мәжбүр болды. Муфаса үшін олар қоғамның қоқысы. Оларды шеңберге қосу былай тұрсын, оларға жақындаудың өзі қылмыс еді. Шрам осы әділетсіздікті көріп жүйені өзгертпек болған жалғыз көшбасшы. Ол гиеналарға барып, мен сендерге тамақ беремін, мен сендерді тең қыламын деді. Шрам осы жүйені бұзып шеттетілген топтарға құқық бергісі келген жан. Оның билікке келуі бұл жай ғана таққа талас емес, бұл төменгі таптың элитаға қарсы көтерілісі еді. Иә, Шрам мемлекетті басқара алмады. Оның тұсында қуаңшылық басталып, ашаршылық орнады. Бірақ бұл оның зұлымдығынан ба, әлде табиғат апаты ма? Муфасаның жақтастары бәрін Шрамға жапты, бірақ Шрамның басты мақсаты ешкім аш қалмайтын, бәрі тең болатын жаңа әлем құру еді. Ол гиеналар мен арыстандарды бір дастарханға отырғызды. Бұл сол заман үшін нағыз революция болатын. Шрамның қателігі, ол билікке келу үшін ең жақын адамын құрбан етті. Бірақ оның мотивациясы тек жеке амбиция емес, шеттетілген мыңдаған жанның аштықтан айқайлаған дауысы еді.
Шрам бұл бізге егер қоғамның бір бөлігін шеттетсең, ерте ме кеш пе ол жерден шрам сияқты біреу шығып, бүкіл жүйеңді қиратады дегенді айтып кетті. Ол зұлымдық пен әділеттілік арасындағы жіпті үзіп жіберген кейіпкер. Сіз қалай ойлайсыз, егер Муфаса гиеналарға дер кезінде көмектескенде, шрам осындай қадамға барар ма еді? Кромешник бұл жай ғана балалардың түсін бұзатын құбыжық емес, ол абсолютті жалғыздықтың символы. Оның тарихындағы ең ауыр трагедия оның көрінбейтіндігінде. Елестетіп көріңізші, сіз барсыз, сіз мыңдаған жыл өмір сүріп келесіз, бірақ ешкім сізге сенбейді, ешкім сізді байқамайды. Сіз адамдардың арасынан өтесіз, бірақ олар сізді сезбейді де. Ол үшін бұл мәңгілік абақты. Кромешник неге дұрыс айтты? Оның басты идеясы тепе-теңдік. Ол сақшыларға: сендерге сену үшін жарық пен қуаныш керек, ал менің барымды білу үшін қорқыныш керек дейді. Шындығында қорқынышсыз батылдықтың еш мәні жоқ. Қорқыныш бұл адамның аман қалу түйсігі. Ол бізге қауіп туралы айтады, ол бізді сақтандырады. Сақшылар балаларға тек тәтті ертегі мен үміт сыйласа, Кромешник оларды өмірдің екінші бетімен, қараңғылықпен таныстырады. Оның ең басты өкпесі әділеттілікке негізделген. Неге Аяз атаны немесе тіс ертегісін бәрі жақсы көреді? Оларға сыйлық береді, оларға сеніп мереке жасап күтеді. Ал Кромешникке тек жек көрініш пен ұмытылу бұйырған. Ол да сақшылар сияқты біреу болғысы келді. Ол да біреудің оған сенгенін қалады. Оның зұлымдығы бұл мен мұндамын, маған назар аударыңдар деген шарасыз айқайы. Кромешниктің шындығы мынада: жарық бар жерде көлеңке де болуы тиіс. Біз тек жақсылыққа сеніп, қиындық пен қорқыныштан қаша алмаймыз. Ол біздің ішкі қорқыныштарымыздың айнасы. Ол бізге мені жек көрсеңдер де, мен сендердің бір бөлшектеріңмін дегенді ескертеді. Оның жеңілуі оның әлсіздігінен емес, балалардың одан қорықпай қоюынан. Ал Кромешник үшін бұл қайтадан жоқ болу, қайтадан ұмытылу. Ол зұлымдық жасау арқылы тек өз болмысын сақтап қалғысы келді. Сіз қалай ойлайсыз, егер сақшылар оны шеттетпей, оны да әлемнің бір бөлшегі ретінде қабылдағанда, ол осыншалықты қатыгез болар ма еді? Мүмкін нағыз зұлым оны мыңдаған жыл бойы жалғыздыққа тастап қойған сақшылардың тәкаппарлығы шығар. Видеомыздың соңында біз нағыз зұлымға емес, нағыз ажалға тап болдық. Етік киген мысық бұрын сонда мұндай үрейді бастан кешкен емес. Ол алпауыт дәулерді жеңді, қауіпті қарақшылардан қашты, бірақ бұл жолы оның қарсы алдында жеңу мүмкін емес күш тұрды. Неге ажал мысықты соншалықты жек көрді? Неге ол оны соңына дейін қуды? Себебі мысық өмірдің қадірін білмеген тәкаппар жан еді. Оның 9 өмірі болды және ол алғашқы 8 өмірін еш ойланбастан ақымақтықпен шашты. Ол өзін өлімсізбін деп санады. Ол ажалдың көзіне қарап күлді, ал бұл өмірдің өзіне жасалған ең үлкен құрметсіздік еді. Ажал неге дұрыс айтты? Оның философиясы өте қарапайым, бірақ қатал. Өмірдің мәні оның шектеулі екенінде. Егер біз мәңгі өмір сүрсек, біз ешқашан ештеңені бағаламас едік. Мысық 8 өмірін аңыз болу үшін құртты, бірақ бірде-бір өмірін шынайы сүруге, біреуді жақсы көруге немесе жауапкершілік алуға жұмсамады. Ажал оны өлтіру үшін ғана келген жоқ, ол оны тірілту үшін келді. Ол мысыққа өлімнің суық лебін сездіру арқылы оған соңғы өмірінің қаншалықты бағалы екенін түсіндірді. Көбінесе біз ажалды зұлым деп қабылдаймыз, өйткені біз одан қорқамыз. Бірақ бұл мультфильмде ажал ең адал кейіпкер. Ол мысықтың қорқып, өз өмірі үшін шын жүректен күресе бастағанын көргенде оған мүмкіндік береді. Ол: мен мұнда тәкаппар аңызды өлтіруге келдім, бірақ менің алдымда өмір үшін күрескен қарапайым мысық тұр деп тоқтайды. Ажалдың шындығы біздің әрқайсымызға қатысты. Біз де кейде уақытымызды босқа кетіреміз, жақындарымызға көңіл бөлмейміз, өмірді мәңгілік деп ойлаймыз. Ажал бұл бізге тоқта, айналаңа қара, мына сәттің қадірін біл деп тұрған ащы сабақ. Ол зұлым емес, ол ең ұлы ұстаз. Сіз қалай ойлайсыз? Егер мысық ажалмен кездеспегенде, ол өз қателіктерін түсінер ме еді? Мүмкін бізге де өмірді сүю үшін кейде осындай суық ысқырықты есту керек шығар.
Сонымен достар, біз бүгін 8 түрлі тағдырды, 8 түрлі шындықты көрдік. Бұл кейіпкерлер бізді қорқытты, ашуландырды, тіпті кейде жек көруге мәжбүр етті. Бірақ олардың әрқайсының артында бізге таныс мұң, әділетсіздік пен шындық жатыр. Мүмкін нағыз зұлымдық бұл біреудің тағдырын түсінбей, оған бірден үкім шығару шығар. Tai Lungтың үміті, Мигельдің жауапкершілігі, ажалдың қатал сабағы. Бұлардың қайсысы сізге жақын болды? Сіздің ойыңызша бұл тізімде тағы кім болуы керек еді? Пікір қалдырыңыз, бұл тақырыпты бірге талқылайық. Егер видео ұнаса, лайк басып достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сіздермен болған Киношоу кезі, келесі кездескенше.